Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз Төлен Әбдіков туралы шығарманы оқитын боламыз, және де кім қандай тұлға екенін танысатын боламыз. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз Төлен Әбдіков. Төлен Әбдіков ол 1942 жылы туылған. Ал ендеше оның өмір баянымен таныса кетейік. Жазушы, драматург, қоғам қайраткері Төлен Әбдіков 1942 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған. Ең алғашқы әңгімелер жинағы «Көкжиек» деген атаумен жарық көрді. Одан кейінгі шығармалар жинақтары «Күзгі жапырақ», «Ақиқат», «Айтылмаған ақиқат» деп аталады. Автордың прозалық шығармаларының тақырыбын екі топқа бөліп қарастыруға болады. Бірі адам мінезінің құпия сырлары, өмірдің қайшылықты құбылыстары, қоғамдық мәселелер. Оған оң қол, қайырсыз жұма, бас сүйек, қонақтар, жат перзент, қыз бәтіш пен ерсейіт және де парасат майданы, ақиқат тағы да басқа шығармалары кіреді. Екіншісінің тарихи тақырыпқа жазылған «Әке», «Оралу» повестері мен «Өлі арақ» романын құрайды. Көркем туындыларында халқымыздың озық салт дәстүрін ардақтап, адамгершілік, ізгілік мәселелерін көтерген қаламгер. Қазақ әдебиетіне философиялық проза жанрын ала келген белгілі жазушы Төлен Әбдіков Еуропалық алтын медальдің және Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері. Жазушы 10-нан астам повесті, әңгіме, бір роман, 2 пьеса авторы. Райхан атты алғашқы әңгімесін қаламгер 20 жасында жазыпты. Бұдан кейін де Төлен Әбдіковтың қаламақарында бола түсті. «Күзгі жапырақ», «Ақиқат», «Айтылмаған ақиқат» атты повестері мен әңгімелері жинағы оқырмандарға ұсынылды. «Өлі ара», «Біз үшеу едік» пьеса республикалық театр сахналарында қойылды. «Грек аңыздары», «Эллада ерлерін» қазақ тіліне аударған. Сонымен қатар бірнеше шығармасы шетел тілдеріне аударылды. 2002 жылы жазылған «Парасат майданы» повесі тосыңдығымен ерекшеленіп, Пен-клубтың сыйлығын иеленіп, халықаралық Франч Кафка атындағы медальмен марапатталды. Соңғы жылдары «Ардагер» атты пьеса мен «Тұғыр мен ғұмыр» атты повесін жарыққа шығарды. Зергер сөз. Төлен Әбдіков әдебиет көгінде жарқ етіп көрінген аса үлкен талант. Осыдан жарты ғасыр бұрын алғашқы туындылары жариялана бастаған қаламгер. Атын айтылған жоғары құрмет күні бүгінге дейін өз билегіне еш аласарған емес. Керісінше, дүние келген әр шығармасы қазақ прозасында құбылыстан алған жазушының жұлдызы тым асқақтап, одан бетер жарқырай түскен. Бүгін біз «Қонақтар» шығармасын оқитын боламыз. Даналық ойдан дәнізде. Әдебиет өзінің құнын жоғалтса, ұлттық сипатта бірте-бірте өз ерекшелігіне айырыла бастайды. Ал ұлттың құруы адамдардың қырылып қалуы емес, әрине ұлттық жойылуы тілінен, дәстүрінен айырылып сипатсыз тобырға айналуы. «Қонақтар» шығарма. Курорттан қайтып бара жатқан сапарларда жолы үйге соқпақ болған балаларын күтіп, Ерғабыл шаң түн ортасында ауғанда жатса да ертеңіне күн шықпай оянды. Ала күйеуімде үндемей жүріп киініп алды. Мәсісінде шұлығында ешкімнен сұраған жоқ. Кенет әжептәуір қатал дауыспен «Ей, шақшам қайда?» деп ұйқылы ояу жатқан кемпіріне. Кемпір естіді ме, естімеді ме, міз бақпады. Ерғабыл оның үстіне сәл төне түсіп «Кемпір, шақша көрмедің бе?» деп жұмсарып, байқұс қайдалайды да жүреді екенсің. «Қойған жеріңді ұмытып қаласың ба? Мә!» Ерекең ләм-мим демей алдымен бір атын насыбайын еріне тастап, шақшасын қалтасына салды. Кемпірі басын ұстап қайтадан төсегіне жантайды. «Басым сынып, өлейін деп жатырмын. Мазалай бермеші?» «Өлсең бағила, кемпірді алып келемін», деді шал. Бағанағыдай емес көңілденіп. «Ей, жетісерсің. Бала бір жақта, біз бір жақта. Мына қу моладан сүйегімізді табар бір күні». Осы қара түбектің басында жұмақ тұрғандай, екі елі қия. Баспайсың. Бүгін келсін балалар, көрерсің, еріп кетемін. Қал, жалғыз өзің омалып.
кеше ноқтаның сағағын байламапсың ғой. Кер құлын ағытылып кетті. Иә, бұған бірдеңе айтсаң, бұл бірдеңе айтады. Не қыл дейсің маған? Бала тартып жіберші мына шетін. Көтерсейші басыңды, мұқтап ұста. Ешқайда кетпес, оралар. Туып өскен жері, елі. Ұста деймін, қаттырақ ұста. Қарайған малды тастап, қайда барарсың? Сен шал, алжисың. Осы ғой, міне алжыған деген осы шығар. Екі бие сенің басыңа көктас қоя ма? Осыны алмаған құдайдың тамағы тоқ. Ерекең ыңырына әндетіп, таяғына сүйенді. Сыртқа шықты. Күн шығыс аппақ. Ауа сәл-пәл дымқыл екен. Қолын көлегейлеп, маңдайына қарады. Көкжиек шыңныл ашық болатын. Бірақ шалға тұмытынып көрінді. Кешке кер құлынды босату қосақтап едім. Оралып қалмады ме деп ойлады ол. Анау қара бидайықтың тобанында жүрген солар шығар. Тұсаумен сонша жерге кетеді. Бұл иттері байлап қоямын ба? Не істеймін? Бір қолынан белін ұстап, шық басын көк шөптерді таяғымен анда-санда қағып қойды. Шабылған бидайықтың жиегімен келе жатты. Лезде белі ойып, шаршап қалды. Таяғына сүйеніп аз тұрды да, буындары сытырлап, сүрлеу жиегінде темпешікке келіп отырды. Кәрілік, жарғай, орамалын алып тәрі терін сүртті. Күн жылынған шығар деп жұқа бар шықып, бешпеттін шешіп қолын алды. Оқаланған өңірін жазып жатып, ертең сүйегіме шапан жетпей қалса, деді ішінен. Бектемірден қалған жалғыз Ерғабылдың басында түк болмады деген атаққа қалармын. Әлде қалай шалдың көз алдына өлгеннен кейін мұны жұрттың қалай шығарып салатыны елестеді. Елестегенде Құданың құдіретімен өткендегі айтпай шалдың сүйегін шығарғандағыдай бір айналымы, бірақ мұның жұртқа үлестіретін киімі одан да көп екен. Аққұдық пен Сарыөзек тегіс келген секілді. Бата оқырын бергеннен кейін атпен жарысып мүше алып қашқандар да бар. Жұрттың бәрі, қайран дүние-ай, кімге опа берген? Бұл кісілерде кетті-ау дүниеден, мұндай кісілер енді тумайды деп аза тұтып, енді біреулері. Шіркін, бала деген осы ғой. Сапабек әкесін қандай қып жәннелтті. Ойпырмай мұндай ұлы дүберімен біздің елде әлі ешбір шал аттанбаған шығар деп десіп, таң қалысып бара жатқанға ұқсайды. Шал күлімсіреп таяғын ұстады. Айдалада өлген кәрі қасқырға ұқсамай, ел жұрттың алдында абыроймен өлу, осыдан артықтың ендігі керегі жоқ. Орнынан тұра беріп, Сапабек жандар, кеше келмегені нес? Деді күшене сөйлеп. Телеграмда кеше еді ғой. Әлсін-әлсін дамылдаумен қара бидақтың табынайына келді. Бағанағы ойы бекер екен. Жылқылар әрі де Шайтанкөлдің маңында жүр. Ерекең қайтып жаяу кетпесін білді де, кер құлынын ағытып, биені тұсаумен ноқталап алды. Арықтың ішіне енгізіп, жиектен асылып мінді. Әреңдегенде түзеліп отырды. 75 деді дауыстап, көзге көрінбейтін тап сондай біреумен сөйлесіп тұрғандай. Сен болар ма екенсің? Мені алып кететін жоқ 85 бекен. Түсімде айырып ести алмағанымды қараш. Фуй, әй жетер түнімен оттағаның. Кербие үйреншікті желінің басына тоқтады. Немене, ұзап кетіп пе? Деді кемпірі құлынды байлап жатып. Қажыған шығарсың, шай қояйын ба, мызғы баласың ба? Шөлдедік, шайыңды қой. Ерекең есік алдындағы бөгетке шықты. Әлдебір мұнды әл ыңғылдай етіп, таяғына сүйеніп, біраз тұрды. Өзен жиегінде қыстауын көріп, бағанағы кемпірінің сөзін есіне алды. Осы қара түбек басында жұмақ тұрғандай, екі елі қия баспайсың. Балаларға еріп өзім кетем. Әй кемпір, деді ішінен. Бағанағы жерді айтатын сөзі ойына жаңа түсіп, азды көпті ғұмырымның ішінде талай бақтан айырылып, талай баққа қолым жетті. Дүние бірде алдын берсе, бірде артын береді. Бірақ әкем көрген, әкемнің әкесі көрген, қара орнымнан айырылып көрген күнім жоқ. Не тантып отырсың? Ерекең желі басында әлі күйбеңдеп жүрген кемпіріне зікеп жібергісі кеп, уақытына шықшия қарады. Кенет оның түк жазығы жоқ екені есіне түсіп, сабырмен ойға шомды.
Ертеректе осыдан 60 жылдай бұрын сонау қыстың маңы түзелген үйлер болатын. Бек темір әулеті тегіс осы арнайы қыстайтын өмір бақи жан-жаққа пышарап көрген емес. Ағайыншыл еді ғой бәрі. Көктемде ел қыстаудан көп ұзамай өзен жиегіне қаз-қатар киіз үй тігеді. Ол күндердің күйесі боларлық бір пендені тірі күйінде кездестірсем бе деген үмітінің шындыққа үйлеспейтінін сөзген шал өзін-өзі сүйіп, сөгіп, қайдағы ойдың қайдан келетініне кейіп, шошынып, алжыппын деп мойындап бегеттен түсті. Жері жоқ, басынан қолына шайға отырды. Ерекең шай үстінде көп сөйлемейтін, сол әдетімен үнсіз тұңқиып, қолдарының біреуленген тамырларын ұстап, ақселеу сақалын сипап ойланып отырды. Бір жағында сүйеулі тұрған ескі домбырасы шұқшиып қарады, қолына алған жоқ. Бір күй деді тершіген ақшыл білегімен кесесін нұсқап, шөл қанатын емес, ішім кеуіп кетті. Сапашандар неге кешікті екен? Кеше емес пе келем дегені? Келетін шығар бүгін. Сен шал осы жөніңді айтшы дұрыстап. Осы келгенде жеңістайды алып қаламын деп тұрсың ба? Жоқ әлде еріп өзім кетеміз бе? Бос сөз сөйлеме. Негізі бос сөз менің өлейін деп отырғаным мынау. Шай қайнатып беруге де шамам келетін емес. Баяғыдай қосыларды кәрісіні беп жарамауға айналдың ба? Кемпір жауап қатпай самауырынды алып шығып кетті. Ерекең шалқасына жатып, ашық түндіктен аспанға қарады. Ақ шарбыр бұлттар көшпей бір орында тұр екен. Қара арғыма қарса, қарғадым жерге мұң болар, деп мақалдай көзін жұмды. Ерекең ұйықтамаса да жұмыс отыруды ұнататын, уақыт шіркін зымырап өтті де шықты. Тәңірінің құдіреті күшті-ау, енді мына тірлікті ырысыздық несібенің таусылы да тақады. Әйтеуір артымызда бір жаман бар. Тұяқсыз пенде емеспіз, жылда қолдары шақырады. Ерекеңнің ойына кемпірінің сөзі түсті. Уай ақымақ кемпір, өлер шақта тұрмыс қуып тентірей жүре алмаспын. Ағайын жұрт өз еліңде елді табамын деп отырсың ба? Басқан жақтан айдаладағы бір қаладан. Ерекең уақыт қуалап өзінің ұзақ ғұмырындағы бірлі жарымды ерлік істерін көз алдынан өткізді. Бұл жерде айтқысы келгені өте мағыналы нәрселер айтқысы келді. Осы шығарманы оқу арқылы көп нәрселерді үйренуге болады. Жарты шығарма ұнаса лайк басып кетіңіздер. Арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.